Айы, тағы бір ғұлама ғалым кеп тұр. Иә, хан ием, шақыртқан екенсіз, әміріңізге қолдық. Сен ба ғұлама ғалым? Дәл солай, хан ием. Саған бір сұрақ қоям. Қойыңыз. Сол сұрақтан өтсең, өттің, өтпесең, өлдің. Ит артық па, сен артық па? Адамның қасында ит кім бопты? Әрине адам артық. Жарайды, олай болса, дәлелде. Дәлелдейін. Мынаны менің итіммен төбелестіріңдер. Көрейік кімің артық екен. Алып кетіңдер. Ойбай, хан ием, тілім жазықты болмаса, ойбай. Жаңағы ғұламаның жағдайы не болды? Итіңіз артық болды, хан ием. Әрине, итім артық. Хан ием, тағы бір ғұлама ғалым келіп тұр. Кірсін. Тақсыр, шақырған екенсіз, әміріңізге құлдық. Сен ба ғұлама ғалым? Ел солай деп жатыр. Саған бір ақ сұрақ қоям. Жауап берсең қалдың, жауап бере алмасаң өлдің. Жауап беруге тырысып көрейін. Сен артықсың ба, ит артық па? Иманым болса, мен артықпын. Имансыз болсам, ит артық тақсыр. Қайталаш жауабыңды. Иманым болса, мен артықпын. Имансыз болсам, ит артық тақсыр. Солай де. Сен қай дінді ұстанасың өзің? Ата дініміз ислам ұстанам тақсыр. Жарша, бүкіл елге жар салыңдар. Менің қоластымдағы бүкіл ел ислам дінін қабылдайтын болсын. Ал сені өзіме кеңес шығып алам. Ләппай тақсыр. Ай, сонда да бір итпен төбелестіріп алсам ба екен, а? Шутка. Кел, отырғасын. Қайда бұл? 1456 жылының